халық үшін қызмет жасасаң, ол міндетті түрде әкім болудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Қандай қызмет болмасын, халыққа, еліңе адал қызмет жасап жатқаннан артық ештеңе жоқ. Арал ауданы әкімі ретінде туған жеріме осындай қызмет жасап, сол жерді енді артықтау болып, сол жердің жаңағы халқы бір жағынан экологиялық жерде аймақта тұрып жатқаннан кейін, ол жердің жақсарғандығын, конечно, көргім келеді. Халықтың сол жердегі жаңағы әлеуметтік жағдайының, жалпы өздерінің көңіл күйінің түзелгендерін маған үлкен мақтаныш болып білінер еді. Әрине, егер тек қана жаңағы қаржысыз орындалатын мәселелер болатын болса, оны орындауға тырысасың. Егер қаржылай жаңағы жағдайға қатысы бар болатын болса, орындалмай қалуы мүмкін. Сондықтан да мен көп жағдайда уәдені бере бермеймін. Білмеймін, мен ойлаймын, жаман адам жоқ дүниеде. Әр адамның өзінің қасиеті болады, сол адамдарға негізі тіл таба білу керек сияқты. Жұмысын міндетті түрде ұқыпты және адал орындау. Негізінде мен ондай бір қатаңмын деп айта алмаймын. Енді жұмыс барысында мүмкін эмоцияға баруы мүмкін, но ешқандай арт жағымда ол адамға тиісті өзінің жеке қасиеттеріне байланысты намысына келетіндей жаңағы тапсырма беріп, немесе сөз сөйлемеймін деп, артық сөз айтам деп ойламаймын. Жалпы болашақта міндетті түрде. Мен бүкіл оны өзімді ғана байланыстыра алмаймын. Жалпы адам зат өзі қиянатшыны мен де жасады. Теңіздің өздігінен құрып кеткен жоқ қой. Жалпы біздер бір жеріне артықтық жасаймыз деп, бір жеріне шынымен де осындай кесіріміз тиіп жатты. Қой көп. Оны қайсысы біріне тоқтап айтып жатасың. Балалық шақтан шынымен де өзің талай мақсаттарды құрдың. Үлкен жаңағы спорт саласында жеңімпаз болғың келді. Оған жете алмай қалдық. Шынымен де кішкене мүмкіндік келмей қалды қызмет жасап жүргеннен кейін. Осы мінекей қызметіме байланысты, атқарып отырған міндетіме байланысты адал қызмет жасау халқыма.